Рахматуллахи баракат, құрметті денсаулық сүйер қауым. Бүгін кешегі бастаған тамақтану мәдениетіне байланысты тақырыбымызды жалғастырамыз. Жалпы тамақтану әдебіне байланысты ең басты түсініп алатын, ұғып алатын мәселе ол сіздің қарым қатынасыңыз, әр ас ішуіңізге деген қарым қатынасыңыз. Ол қалай? Біз алдын ала мысалы кез келген іс жасамас бұрын оған ниеттенеміз, сөйтіп барып бір зейінмен кірісеміз. Біздің иммунитетіміздің 80% көлемі ас қорыту жүйесінде орналасқан. Сол себептен ас қорыту жүйесімен қарым қатынасыңызды дұрыстап алмай, сіз денсаулығыңыздағы мәселені шеше алмайсыз. Кез келген ас ішпес бұрын, жаңағы кешегі айтқан бойынша су ішіп аласыз, дайындаласыз. Сол ішу барысында сіз көңіліңізді еш нәрсеге алаңдатпауыңыз керек. Ұялы телефонға, теледидарға немесе басқа да сіздің назарыңызды аударатын заттарға алаңдамауыңыз керек. Сіз алдыңыздағы тұрған асқа барлық зейініңізді салып, соған ғана былай айтқанда бүкіл фокусыңызды қойып барып асықпай ішу керек. Мысалы бізде институт проблем питанияда үйреткен кезде әр шайналып жатқан ауызға түскен ас жоқ дегенде 30-40 секунд шайнау керек. Ол әбден сіздің сілекейіңізбен араласып барып, өте майдаланған күйде асқазанға түсу керек. Өйткені біздің асқазанда тамақты майдалататын ол жақта станок жоқ. Ол станок тек біздің ауыз қуысымызда, ол тіс деп аталады. Сол тіс жақсылап майдалап, сілекейге оны өңдеп, сұйықтандырып, қоймалжан қылып жіберу керек. Бұл жерде сілекейдің де берер пайдасы бар. Сөйтіп барып алдыңызда тұрған асты асықпай, еш нәрсеге алаңдамай жесеңіз ғана сіз ас қорыту жүйесіне өте үлкен көмек көрсеткен боласыз. Қазір өкінішке орай үлкендермен қоса балаларын, кішкентай нәрестелерін отырғызып қояды да, көп тамақ жесін деп алдына ұялы телефон қосып қояды бір мультикпен. Бала соған алаңдап отырып, қанша жеген, не жегенін білмей, автоматты түрде тұтына береді. Ол дұрыс емес. Өшіріп тастау керек оның бәрін. Оның бәрін алып тастап, балаға жегенше жеу керек. Өйткені біздің асқазанымыз мөлшері біздің жұдырығымыздың мөлшерімен тең. Оны аузына тыққыштаудың қажеті жоқ. Қарны ашса бала өзі сұрайды, жылайды, көрсетеді, мазасызданады. Сосын барып бересіз. Оны толтырып бір порцияны аузына тығудың қажеті жоқ. Оны бесіктен белі қатаймай жатып, зиянды әдеттерге, әсіресе жаңағы ұялы телефонға алаңдап отырып, мультфильм көріп отырып тамақ ішуден осы бастан біз үйретпеуіміз керекпіз. Өзіңіз былай ана ретінде, әке ретінде ойнатып отырып, көңілін аулап отырып беріңіз. Сол кезде ғана баланың ас қорыту жүйесі кішкентай кезінен бастап дұрыс жұмыс істей бастайды. Өйткені біз егер алаңдап отырсақ, біздің көру миымыз басқа бағытта, ас қорыту жүйеміз басқа бағытта жұмыс істеп жатады. Ол дұрыс емес. Соған көңіл бөліңіздер. Өйткені тамақтану мәдениеті бұл үлкен ұғым. Бұл тек қана жаңағыдай реттілік бойынша сұйықтық ас ішу емес, кешенді түрде үлкен ұғым. Кейбіреулер тамақ ішіп отыр, үлкендер телефонға, WhatsApp бар, басқа бар, соған алаңдап отырады. Видеозвонокпен біреумен отырып сөйлесіп ішіп жатады. Ол дұрыс емес. Өзіңіздің отбасыңызбен бірге отырып, бәрін өшіріп тастап, жарты-ақ сағат көп уақытыңызды алмайды. Одан да дастарханның басында бір-бірлеріңіздің көңіл күйлеріңізді аулап, хал жағдайларыңызды біліп, сөйлесіп, араласып, сөйтіп отырып ішкен ас
бізге пайдасын тигізеді. Ал жаңағыдай алаңдап отырған кезде одан тек қана зиян. Адам қанша жеген мөлшерін білмей қалады. Мысалға, көптеген тәжірибелердің нәтижесінде өздеріңіз естіген шығарсыздар. Жаңағы ә, сиырлар ұстайтын жерде егер де музыканы қосып қойса, сиырлар көп сүт береді екен деп соны дәлелдеп мәз болып шығарады. Оны ары қарай зерттеген кезде белгіленгені, байқалғаны, дәлелденгені, музыка қосып қойған кезде сиыр ұмытып кетеді екен. Алаңдап отырып ұмытып кетеді, өзінің қазір бұзауын кішкене қалдырып қойды, ұмытып кетеді екен да, сөйтіп барып бүкіл сүтін беріп қояды екен. Сол сияқты біз егер де ас ішіп отырып сөйтіп алаңдасақ, қанша жегенімізді білмей қаламыз. Қанша жегенімізді білмей қалғаннан кейін асқазан кеңейе береді. Асқазанның басқа біздің ішкі мүшелерімізден айырмашылығы, ол ең бірінші өзінің тойғаны жайындағы ақпаратты миға 20 минуттан кейін жібереді, ас ішіп болғаннан кейін. Екінші, ол өзінің көлемінен 20 есе кеңейіп үлкейе алатын жалғыз орган. Оған сала берсеңіз, ол кеңейе береді, кеңейе береді. Сол себептен оның кеңеймесі үшін жаңағыдай бірден ол ас ішпей жатып біз соны былай айтқанда түсініп, соны қабылдап, қазір алдыңызға қоятын астың порциясын алдын ала өлшеп, көп емес қатты толтырмай, сосын жаңағы алаңдататын нәрсенің бәрін өлшеп тастап, сөйтіп барып отырып ішсек қана біз ол мүшемізді қатты толтырмаймыз. 20 минут күтсеңіз, сосын барып сізге миға ақпарат жібереді, мен тойдым деген. Соны түсінесіз, қазір мен тойыппын ғой деп. Көбінесе біз қалай тойғанымызды түсінеміз, тіптен кеңейтеміз ана асқазанды. Ол кеңейген сайын жан жақтағы тұрған мүшелерді ығыстырады, астында тұрған жан жағындағы өкпені ығыстырады, жүректі қысады. Сол кезде адам физикалық түрде тойғанын сезінгеннен кейін барып тұрады да дастарханнан. Уже дем тарылып, жүрек қағысы көбейген кезде түсінеді да, мен тойдым ғой деп. Ол дұрыс емес. Оның үстіне жаңағыдай қонаққа барсақ, ойбай алсай, жесей деп. Әрине, ол күтіп отыр, қонақ көп жегенін қалайды. Бірақ біз барынша денсаулыққа зиянды тигізбеуімізді ойлауымыз керекпіз да. Бүгінгі талқылайтын мәселе осы. Осыған амал жасап көріңіздер, ауырмаңыздар. Алла тағаланың сансыз баға жетпес денсаулық атты аманатына қиянат жасамаңыздар. Сау саламатта болайық.